Баршаңызға сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге осындай жаздық ажурный берет тоқып үйренетін боламыз. Қараңыздар, жаз мезгілінде киюге өте әдемі, ыстықтатпайды, басты күннен қорғап тұрады, және сәнді болып көрінеді. Тоқымамызды бастамас бұрын қыздар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Егер де әр шыққан жаңа сабағымды бірінші болып көргіңіз келсе, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Мастер-класты мен мынандай жіппен тоқитын боламын. Қыздар, бұл жіптің менде этикеткасы жоқ. Таныс адам берген, беретка тоқып берші деп. Өте жұқа жіп. Мен оны 1,5 номерлі крючокпен тоқимын. Егер де сәл қалыңдау жіппен тоқитын болсаңыздар, онда береткаларыңыздың көлемі үлкен болып шығады. Сондықтан да барынша жұқарақ жіппен тоқыңыздар. Қандай жіптермен тоқуға болатынын мен міндетті түрде жазып кетемін. Қандай жіптермен тоқуға болатынын мен сіздерге мысал ретінде көрсетіп қойдым. Бастысы, жіпті таңдаған кезде 50 граммда 300 метрге жуық жіпті таңдаңыздар. Және де міндетті түрде этикеткасын қараңыздар. Кеңес беретін крючоктың номері 1,5 мм болу керек. Схемаға қараймыз. Ең бірінші бізге кольцо жасап алу керек. Егер сіздер крючокпен мүлдем тоқып көрмеген болсаңыздар, қыздар, міндетті түрде крючокпен тоқып үйрену сабақтарды қарауларыңыз керек. Сол жерден қолдарыңызды жаттықтырып алуларыңыз керек. Мен осы видеоның астына ссылка қалдырып кетемін ол сабақтарға. Соны үйреніп алған соң уже беретті тоқып көрсеңіздер болады. Неге кольцо жасадық? Енді осы кольцоның ішінен, қазір мен жұмыс жібін шығарып алайын. Крючогымызға бір петля іліп алдық осылай. Енді осы кольцоның ішіне біз 24 столбик с накидом тоқуымыз керек. Қызылмен басталып тұр ғой, содан басталады. Ең бірінші столбикті біз воздушная петлядан жасаймыз. 3 воздушная петля. 1, 2, 3. Бұл бізде бірінші столбикті алмастырады. Столбик с накидом. Енді қалған 23 столбик с накидом тоқуымыз керек. 2, 3, 4, 23 және 24 столбик с накидом тоқыдық. Енді қатардың басы мен қатардың соңын біріктіреміз. Отырған ең бірінші столбигіміздің жоғар жағындағы петлясына крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін осы петлядан және крючоктағы петлядан тартып шығарамыз. Неге бұл біздің бірінші қатарымыз. Жіптің үшін тартасыздар. Кольцоны кішкене кішірейтіп, толықтай жабылмайды, столбиктардың саны көп болғандықтан. Енді келесі екінші қатарда 2 столбик с накидом тоқимыз, 1 воздушная петля тоқимыз. Және осыны қайталай береміз. 2 столбик с накидом, 1 воздушная петля. 2 столбик с накидом, 1 воздушная петля. Өстіп 24 рет қайталап тоқып шығамыз. Қатардың басын біз 3 воздушная петлямен бастаймыз. 1, 2, 3. Бұл бізде бірінші столбикті алмастырады. Мінеки, мына жердегі бірінші столбиктің дәл үстіне тоқылды. Енді келесі столбикті біз әдеттегідей мына тұрған петлялардан іліп алмаймыз, қыздар. Бұл петлялардан емес, дәл сол столбиктің өзіне кіргіземіз крючокты. Мінеки, осылай. Екінші столбик с накидом. Екеу тоқыдық схема бойынша міне. Біреу, екеу, араларында 1
воздушная петля бар. Мінекей воздушная петля. Енді дәл осыны біз қайталап шығамыз. Бір столбик с накидом, бұл келесі столбиктің үстіне тоқып жатырмыз. Одан кейінгі столбиктің үстіне екінші столбик с накидом және бір воздушная петля. Осылай қатардың соңына дейін мына тұрған әр столбиктардың үстіне тоқып шығасыздар. Бір-бірден столбик тоқып шығасыздар. Бір, екі және бір воздушная петля. Осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Бұл біздің екінші қатарымыз. Қатардың соңғы екі столбикті тоқимын. Бір, екі және бір воздушная петлямен аяқтаймын. Енді қатарымызды басымен біріктіреміз. Мына жердегі бір, екі, үшінші воздушная петляға біз крючогымызды кіргізіп, осылай кіргізіп, жұмыс шыбын осы петлядан және крючоктағы петлядан тартып шығарамыз. Біздің екінші қатарымыз тоқылды. Ана, мұқият санап шығыңыздар. 24 столбик с накидом болу керек екінші қатарда. Содан кейін қыздар схемада, айтуға ұмытып кетіппін, таяқша тұр, сосын бас жағында кішкентай сызығы тұр. Бұл белгі бізде столбик с одним накидом дегенді білдіреді. Егер столбик с двумя накидами болса, онда бізде мына ұзын таяқшада екі мынандай сызық тұрады. Онда столбик с двумя. Ал біз столбик с одним накидом узорымен тоқып жатырмыз. Келесі үшінші қатарымыз мінекей мынау. Екі столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін араларына уже екі воздушная петля тоқылады. Екі столбик с накидом, екі воздушная петля. Мына кішкентай точкалар, олар воздушная петля дегенді білдіреді. Мен өзіме белгілеп алайын, шатаспас үшін үшінші қатарым. Қатарды үш воздушная петлямен бастаймыз. Бір, екі, үш. Бұл бізде бірінші столбик. Жанына екінші столбик тоқимыз. Және екі воздушная петля. Бірінші столбик с накидом. Екінші столбик с накидом. Екі воздушная петля. Бір столбик с накидом. Екінші столбик с накидом. Екі воздушная петля. Мінекі түсінікті ғой, қыздар? Осылай 24 столбик тоқып шығасыздар. Столбик с накидом араларында екі воздушная петля болады. Қатардың соңы екі столбик с накидом тоқыдым. Екі воздушная петля. Және қатарымды 1-2 үшінші воздушная петляға біріктіремін қатардың басымен. Үшінші қатар. Келесі бізде төртінші қатар. Қараңыздар, мына тұрған сопақша болып тұрған белгі бізде пышный столбик дегенді білдіреді. Біз қазір, қараңыздар, екі столбигіміз тұр, одан кейінгі екі воздушная петля. Сол екі воздушная петляның үстіне біз пышный столбик тоқуымыз керек екенбіз. Мына петляны сәл ұзынырақ қылып тартамыз. Енді пышный столбикті былай тоқимыз. Накид іліп аламыз. Мына арканың астынан жұмыс жібін былай тартамыз. Біреу болды, осылай екі рет істейміз. Накид іліп аламыз. Арканың астынан крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартып аламыз. Екі рет істедік. Осының барлығын бірге қосамыз. Және біріктіреміз түбін осылай. Міне бізде бірінші пышный столбик болды. Мына пышный столбикті тоқыдық. Енді 1, 2, 3 воздушная петля тоқимыз. Одан кейін қайтадан сол жерге тағы бір пышный столбик жасаймыз. Бірақ мен схемадағыдай 3 емес, 2 воздушная петля тоқыдым. Мына тұрған әр пышный столбиктардың ортасына мен 2 воздушная петля тоқып отырдым. 1, 2 воздушная петля. Енді қайтадан осы жерге пышный столбик тоқимыз. Накид іліп аламыз. Арканың астынан жұмыс жібін тартамыз. Біреу. Накид іліп аламыз.
арканың астынан жұмыс жібін тартамыз. Екеу. Жұмыс жібін барлығынан бірге осылай өткіземіз. Сөйтіп түбін біріктіреміз. Екінші пышный столбикті тоқыдық. Енді 2 воздушная петля. 1, 2. Мінекей, осы узорды біз қайталай береміз. Мына аркаға пышный столбиктарды тоқимыз, 2 воздушная петля. Келесі аркаға пышный столбиктарды тоқимыз, 2 воздушная петля. Келесін көрсетейін, қалай тоқылатынын тағы да. Накид іліп алдым. Жұмыс жібін крючокпен тартамын, 1 рет жасадым. Накид іліп аламын, жұмыс жібін крючокпен тартамын. Кішкене созасыздар былай. Столбикті ұзын қылып созасыздар. Пышный қылу керек бізге. Осының барлығын өткіземіз және түбін бекітеміз. Мінекей, пышный столбик болды. Пышный столбиктің араларында бізде 2 воздушная петля. Келесі пышный столбикті жасаймын қайтадан осы жерге. Созыңқыраймын. Бір рет жасадық. Енді екінші рет созыңқыраймын. Барлығын бірге өткіземін және біріктіремін осылай. 2 воздушная петля. Міне 2 рет жасалды бізде. Келесі 3-ші рет тоқимыз пышный столбик. Ұзын тартамын. 2 рет жасадым. Барлығын бірге өткіземін. Біріктіремін. Кішкене түбін тартыңқыраңыздар. 2 воздушная петля. Қайтадан пышный столбик тоқимын. 1, 2. Және барлығын бірге қосып тоқимын. Біріктіремін. 2 воздушная петля. Осылай келесі пышный столбиктарды тоқи бересіздер. Қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Қатардың соңына келдім. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 пышный столбик. Және соңы, қатардың соңы 2 воздушная петлямен аяқталды. Мінекей, қатардың соңы 2 воздушная петлямен аяқталды. Енді қазір біріктіреміз екеуін. Қатардың басы мен аяғын. Мына тұрған пышный столбиктің дәл түбіне, мына жерге крючокты кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз және крючоктағы петлядан да тартып аламыз. Енді бізге қайтадан арка жаққа өту керек. Жұмыс жібін тартып, мына петлядан шығарамыз. Аркаға қарай өттіге. Енді келесі бізде 5-ші қатар. 5-ші қатарда дәл солай пышный столбиктардың үстіне пышный столбиктарды тоқимыз. Арасында 2 воздушная петля тоқып отырамыз. Схемада 3, бірақ мен 2 тоқыдым. Енді осы келесі 5-ші қатарда бізде ерекшелігі пышный столбиктардың аралары 3 воздушная петля болады. Пышный столбиктар аралары 3 воздушная петля. Пышный столбик арасы 3 воздушная петлядан. 4-ші қатарда бізде аралары 2 воздушная петля болған. Сәл тартыңқыраймыз кішкене. Енді накид іліп аламыз да, арканың астынан жұмыс жібін тартамыз. 1 рет жасадық. Накид іліп аламыз да, арканың астынан жұмыс жібін тартамыз. 2 рет жасадық. Петляларды кішкене созыңқырап жасайсыздар. Кішкене пышный столбик болу керек бізде. Барлығын бірге қосып тоқимыз да, түбінен біріктіреміз осылай. Енді 1, 2 воздушная петля и осы жерге қайтадан пышный столбик тоқимыз. Барлығын бірге қосып тоқимыз, және біріктіреміз. Енді бізге 3 воздушная петля тоқу керек арасына. Міне дәл осы узорды қайталаймыз. Пышный столбиктар 3 воздушная петля, пышный столбиктар 3 воздушная петля. Накид іліп алам, арканың астынан 1 рет тартып шығарам. Накид іліп алам, арканың астынан 2-ші рет тартып шығарам. Бәрін бірге қосып тоқимын, біріктіремін. 2 воздушная петля, накид іліп алып, арка астынан 1 рет тартып шығарам. Накид іліп алып, арка астынан 2-ші рет тартып шығарамын. Бәрін бірге қосып тоқимын, біріктіремін. 1, 2,
3 воздушная петля. Осылай қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Әр пышный столбиктардың үстіне тағы да бір пышный столбиктар тоқылады бізде. Мінекей қатардың соңына келдім. Соңғы 3 воздушная петлям. Мына жақта тұрған ең бірінші пышный столбикқа біріктіремін. Мінекей қатарымды біріктірдім. Қайтадан арқаның астына қарай өтеміз. Келесі 6-шы қатарды бастаймыз. Содан кейін қыздар тоқу барысында петляларды тартып отырып тоқыңыздар. Бостау қылып емес, тығыз қылып тартып отырып тоқыңыздар. Немесе, мысалы менде крючок 1,5 ба, сіздер одан кішірегін алсаңыздар да болады. 1,25 немесе 1 миллиметр крючокпен тоқысаңыздар да болады. Егер сіздерде тартып тоқу қолдарыңыздан келмей жатса, мысалы, келесі бізде 6-шы қатар. 6-шы қатардан пышный столбиктарымызды тоқимыз да, арасына, так, мына жерде көрінбей қалған, мен басқа жерден көрсетейінші қазір. Мына жерде жазу тұр, жазудан көрінбей қалыпты. Так, бізде міне 6-шы қатар. Мысалда, былай алсақ, 6-шы қатар пышный столбик болады бізде. 2 пышный столбик, араларында былай болады. 2 воздушная петля, одан кейін мына тұрған астындағы аркаға бір столбик с накидом тоқимыз. Сосын қайтадан 2 воздушная петля. Осы узор бізде қайталана береді. Пышный столбиктар, 2 воздушная петля, столбик с накидом, 2 воздушная петля. Қазір тоқып көрсетемін. Так, кішкене тартам. Пышный столбик, 1, 2, барлығын бірге қосып тоқимын, біріктіремін. 2 воздушная петля, қайтадан осы жерге 1, 2, барлығын бірге қосып тоқимын, біріктіремін. 2 воздушная петля. Енді мына тұрған аркамызға, үлкен аркаға столбик с накидом тоқимыз. 1 столбик с накидом. Және 2 воздушная петля. Неке бізде енді осы узор қайталанады. Пышный столбиктар, 2 воздушная петля, столбик с накидом, 2 воздушная петля. Қайталанады. 12 рет қайталанып шығу керек. Неке пышный столбик. Барлығын бірге қосып тоқимын. Біріктіремін. 1, 2 воздушная петля. Қайтадан осы жерге пышный столбик. Барлығын біріктіремін. Барлығын бірге қосып тоқимын. Біріктіремін. 1, 2 воздушная петля. Мына тұрған аркаға 1 столбик с накидом. 2 воздушная петля. Осылай қатарды соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. 6-шы қатар. Қатарымды біріктіремін. Біріктіремін. Арканың астына өтемін. Келесі қатар бізде пышный столбиктар болады. Одан кейін 2 воздушная петля. Жаңа алдыңғы 1 столбик с накидом бар ғой. Соның үстіне енді 2 столбик с накидом тоқимыз. Бір жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. Олардың аралары 2 воздушная петля болу керек. Және 2 воздушная петлямен аяқтаймыз. Осы бір узорды біз 12 рет қайталауымыз керек. Кішкене ұзын қылып аламыз да 1, 2 рет жасаймыз. Бұл біздің бірінші пышный столбигіміз. Ортасында 1, 2 воздушная петля. Қайтадан сол жерге 1, 2 рет жасаймыз. Барлығын бірге қосып тоқимыз, біріктіреміз түбін. Енді міне 2 воздушная петля.
мына тұрған столбик накидым, дәл осының үстіне біз мінекей дәл өзіне, столбиктің өзіне кіргізесіздер крючокты. Міне, бір столбик накидан тоқимыз. Арасында екі воздушная петля болады. Қайтадан сол жерге екінші столбик накидан тоқимыз. Мінекей. Қараңыздар, бізде мынандай үш бұрыш сияқты болды, е? Бір, екі воздушная петля тоқимыз. Мінекей. Мына аркаға дейін бізде осындай узор шықты. Осы узорды біз 12 рет қайталап тоқуымыз керек. Қайтадан мына жерге пышный столбикті оқимыз. Бір, екі. Бір, екі. Мұны столбиктің үстіне. Бірінші столбик накидым. Екі воздушная петля. Екінші столбик накидым. Екі воздушная петля. Мінекей, осы узорды қайталап отырып, соңына дейін тоқып шығамыз. Бұл бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші қатарымыз. 7-ші қатарды тоқып болдым, қатарымды біріктірдім. Келесі бізде 8-ші қатар. Пышный столбик, 2 воздушная петля, пышный столбик, одан кейін 3 воздушная петля. Сосын мына тұрған 2 столбик накидан бар ғой, соның ортасынан біз тағы да пышный столбиктар тоқуымыз керек. Және бұл пышный столбиктардың арасы міне 5 воздушная петля болады. 1, 2, 3, 4, 5 воздушная петля. Сосын узорды 3 воздушная петлямен аяқтаймыз, қыздар. Жақсы көріну үшін сіздерге фонымды ауыстырдым, темнырақ қылып. Так, сосын қараймын. Пышный столбик. Біріктіремін. 1, 2 воздушная петля. Қайтадан сол жерге пышный столбик. Бәрін қосып тоқимын, біріктіремін. Енді, так, бізде 1, 2, 3 воздушная петля. Қараңыздар, мына тұрған біздің 2 столбигіміз накидпен, е? Осы жерге дәл мынандай пышный столбиктар тоқимыз. 1, 2, барлығын қосып тоқимын, біріктіремін. Я, енді келесі пышный біріктіремін. Енді 5, 1 біріктіремін. 1, 2, 3, 4, 5 воздушная петля. Қайтадан осы жерге екінші столбик. Екінші пышный столбик. Және узорды біріктіремін. Және узорымызды 1, 2 воздушная петлямен аяқтаймыз. Мінекей, қыздар, дәл осылай болып шығады. Осыны 12 рет қайталап тоқисыздар. Пышный столбиктар, 3 воздушная петля. Және 3 воздушная петлямен узорымызды аяқтаймыз. Мінекей, пышный столбиктар, 3 воздушная петля, пышный столбиктар арасында бізде 5. Мінекей, пышный столбик, 2 воздушная петля, пышный столбик, 3 воздушная петля, пышный столбик, 5 воздушная петля, пышный столбик, және 3
воздушная петля. Осы узорды біз 12 рет қайталап тоқып шығуымыз керек. Қатардың соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Қатарды біріктіріп, келесі 9-шы қатарда сіздермен қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Қажет болса неке тағы да соңына дейін тоқып шығыңыздар. Қайталана береді. 12 рет қайталайсыздар. Мен тағы да бір рет көрсетемін. Пышный столбик. Екі воздушная петля. Біріктіремін. Екі воздушная петля. Пышный столбик. Үш воздушная петля. 2, 3. Енді мына жерге пышный столбиктің біреуін тоқимын. Бес воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Және қайтадан осы жерге пышный столбик. Біріктіремін. Узорды 1, 2, 3 воздушная петлямен аяқтаймын. Міне осылай қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Осы 8-ші қатарды. Және қатарды өздеріңіз біріктіріңіздер. 8 қатар тоқып шықтым. Қатарымды біріктірдім. Шатаспас үшін қатардың бас жағына осылай маркер қыстырып қойсаңыздар болады. Енді келесі 9-ші қатарда пышный столбик, 2 воздушная петля тоқимыз, пышный столбик болады. Содан кейін 1, 2, 3 воздушная петля. Сосын мына тұрған 5 воздушная петлядан жасалған аркаға біз деген 1, 2, 3, 4, 5 столбик с одним накидом тоқуымыз керек. Және узорды 1, 2, 3 воздушная петлямен аяқтаймыз. Арканың астына қарай өтемін. Пышный столбик. Бір, 2 воздушная петля. Қайтадан сол жерге пышный столбик. Енді 1, 2, 3 воздушная петля. Мына тұрған ұзын аркамызға 5 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5-еуін тоқыдық. 1, 2, 3 воздушная петлямен узорды аяқтаймыз. Пышный столбиктарымыз 3 воздушная петля, 5 столбик с накидом, 3 воздушная петля. Осы узорды 12 рет қайталап, қатарды соңына дейін тоқып шығасыздар. Қатардың соңы 3 воздушная петлямен бітті. Басымен біріктіремін. Арканың астына өтемін. Келесі 10-шы қатар. Пышный столбиктар. Одан кейін 3 воздушная петля. Содан кейін алдыңғы қатардағы 5 столбик с накидом бар ғой. Солардың әрқайсының үстіне бір столбик с накидом тоқып шығамыз. Бірақ араларында қосымша 1 воздушная петлялар болады неке. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Және узорды 1, 2, 3 воздушная петлямен аяқтаймыз. Осы узорымыз бізде 12 рет қайталануы керек. Міне пышный столбиктар, 3 воздушная петля, 5 столбик с накидом, араларында 1 воздушная петля және 3 воздушная петля.
Пышный столбик. 1, 2 воздушная петля. Пышный столбик. 1, 2, 3 воздушная петля. Бірінші столбиктің үстіне бір столбик с накидом тоқимын. Воздушная петля. Келесі екінші столбиктің үстіне тоқимын. Столбик с накидом. Воздушная петля. Үшінші столбикқа. Воздушная петля. Төртінші столбикқа. Воздушная петля. Және бесінші столбиктің үстіне тоқимын. Столбик с накидом. Узорды біз 3 воздушная петлямен аяқтаймыз. Дәл осыны әрі қарай қайталап тоқи береміз. Қатар соңына дейін тоқып шығыңыздар. Бұл бізде 10-шы қатар.